Назарларыңызға Бауыржан Момышұлының кейінгі ұрпаққа қалдырған өсиет нақыл сөздерін ұсынамыз. Ердің екі сөйлегені өлгені, уәде бермеуге тырыс, әйтпесе сөзіңде тұр. Қысқа нұсқа сөйле, даусың анық болсын. Көп тыңда, аз сөйле, сөзіңнің артынан ісіңмен үлгеруге жаныңды сал. Өсек айтылатын жерде болма, кездейсоқ болған жағдайда қосылма, кесіп тастауға тырыс. Таспен атқанды аспен ат, жеңесің, содан кейін алшақ жүр. Ренжітпе, жүйелі қарғыс иесін табады. Ешқашан мақтанба, жұрт мақтасын. Өзіңді сыйла, өзгелер сыйласын. Күнде өзіңе есеп бер, өзіңді тәрбиелей бер. Құмар ойын әлсіздің әлегі, мықтының рухы биік, денесі шымыр. Үйретері мол мықтылардан ұстаздарың болсын, бірақ ешкімді пір тұтпа. Сыйлағанның құлы бол, кішірею төмендеу емес. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай өмір сүр. Саяхатта дүние танымыңның аясы кеңейеді. Қайтарымынан үмітті болсаң, жақсылық жасама. Жүйкең әлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма, шешуші сәттерге бапта. Бойжеткеннің көңілін оңай жаулағап, онымен болғаныңа шаттанып, сөз қылма, ерлік емес. Уайымға салынудан алшақ бол, арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда, тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Уәзірі мықтының тірлігі жеңіл, мықтысын таңда. Сырыңды ешкімге алдыртпа, екі елі аузыңа сыймаған сөз, өзгенің 32 тісінің арасына тіптен де сыймайды. Мүмкін нәтижелерін елестетіп көр, нәтижесі ұнамаса келіспе. Өкпелеме, өш алма, санасына бер, Аллаға тапсыр. Қыран құстай қырағы бол, өзгелерді өзіңдей көрме. Пенденің пендеден айырмашылығы адамгершілігі мен білімінде. Таны, оқы. Өнер үйрен, мамандығыңда мықтысы бол. Жер қозғалмаса, қозғалмайтын сабырлы зіл бол. Өміріңнің сапасына тек сен жауаптысың. Жалғыз әпкеңе қорған бол, тұрмыста болса да, өз күйеуі қорғаны бар деме, сенің орның тым бөлек. Үйленуге асықпа, жар таңдаудан жаңылма. Ұрпақ тәрбиесі 50% сенің мойныңда. Ұлың өзіңнен озатын болсын, қызың саған қарап, серігін тауып бақытты болсын. Ердің аз міндеттерінің бірі отбасын асырау. Саған сенгендерге еш нәрседен таршылық көрсетпе. Барлық жақсы қасиеттің діңгегі әдептілік. Барлық жақсыны әдептің үстіне орнат. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал. Мықты болсаң, әйелге барып дәлелде. Балаларыңның анасын бақытты етіп өт. Жарыңның саған риза болып өткені ұлы мадақ. Намысты нанға сатпа. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу, сатқындықтың белгісі. Сабырлық алдында дұшпан сасады. Сабырсыздан береке қашады. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет еткін.
Отан үшін отқа түс күймейсің. Опасызда отан жоқ. Елсіз ер болмайды, жұртсыз жігіт болмайды. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Адамды бұзатын не? Тағы да сол атақ, ақша, арақ, осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз, еркектер бұзамыз. Ана үшін аянба ант орады, бала үшін аянба бетің күйеді. Ел үшін аянба ерлігіңе сын, жұрт үшін аянба жігіттігіңе сын. Қайратты әдісіңе жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Қырағының өзі де, көзі де батыр. Сын ерді шыңдайды, қорқақты қинайды. Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Арпалысып жүріп алған абырой, өмірдің ең шырын рахаты. Өмір үшін өлгенше күрес. Батылдық есеппен қимылдауды тәуекелмен ұштастыру, тәуекел есеппен ақталады. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық. Жанымда жатыр деп ойлап, қатынның тілін алмағын, бауырым екен деп ойлап, жақынның тілін алмағын. Әділдікке құл болып, кең толғанып, көп ойлап, ақылыңмен билік ет, түсініп сезін тармағын. Мақтан бағын мас болып, абырой алсаң табысқа, қоян болып тығылып, жау келгенде қамысқа. Арстан сыма ақырып, данышпан сыма ақылдан, елемей көзге жалпыны, айырылып қалма жақыннан. Көре алмаған көз сорлы, айтылмаған сөз сорлы. Ұшқынсыз от тұтанбас. Өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан толастамақ емес. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Ата-ана қадірін білмеген ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Тәртіпсіз ел болмайды. Батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекелді ештеңе де ақтап ала алмайды. Именіп жүріп көрген игіліктен, қарсыласып жүріп көрген бейнет артық. Жауынгерлік тәрбие әскери киімде емес, жүргекте жатыр. Балалы үй ұрлығын жасыра алмайды. Қашу жаудан құтылудың жолы емес, өлімнен де жаман, ауыр опасыздық. Өсер елдің баласы әкеден де асып түсер. Тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің құлы. Ақылдың артықтығы, кеңестің көптігі жоқ. Ақылды кісінің сөзі де, өзі де сүйкімді. Ашумен емес, ақылмен үйрету керек. Терлеп еңбек етпегеннің тілегеніне жеткенін көргенім жоқ. Тілекке еңбек тірек болмаса, ойға омалып, қырдан аса алмайсың. Шын айтпай, сын айтпа. Қиыстырып қалсаң, отын жанар. Қисындырып айтсаң, халық нанар.
Қиын сәтте тізгініңді босатпай, шапшаң да шебер қимылда. Әрқашан әскери ар-намысыңды сақта, солдаттық борышыңа адал бол. Адамның көтеріңкі көңіл күйі ұрыста ең айбарлы қару. Алтын басты болсаң да, ардан артық емессің. Ашуыңа ақылыңды жеңдірме, өз сабаңнан шығып кетпе. Екі жүзділіктің балын татып жүргеннен, әділдіктің ащы уын ішкен артық. Өтіріктің қанатын қомдағанша, ауыртпалықтың жүгінен бүгілген артық. Өзінің ұлтын сыйламаған, ұлтын мақтаныш тұтады алмайды. Ол сөз жоқ арамза, тексіз әрі қаңқыбас. Ұлттық мақтаныш сол ұлттың адамы үшін қасиетті әрі бұзылмас заң. Ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді. Ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді. Сөз тасушы адам өсектеп жүрген адамның тырнағына да тұрмайды. Құрметті тыңдарман, Бауыржан Момышұлының қай өсиеті бүгінгі күні ерекше өзекті деп ойлайсыздар? Ойыңызбен комментарийде бөлісіңіз. Қазақ тілді арнамыздың дамуын қолдасаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Жаңа бейнелерімізді бірінші болып білу үшін қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз.